Сәлем баршаңызға, сіздермен Мерейгүл. Бүгін тауық етінен жасалатын наггетс дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіз, жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен филе және дәміне қарай приправалар керек болады. Ең алдымен тауық етін бірнеше бөліктерге кесіп аламыз. Артық майларды алып тастаймыз. Кескен етіміз қалың болмау керек. Видеода көрсетілгендей кесесіздер. Қалың болса іші піспей қалуы мүмкін. Барлығын кесіп алдын ала дайындап қоямыз. Міне қалыңдығы осындай болу керек. Міне барлығын турап алдық. Ендігі кезекте маринаттаймыз. Ол үшін ең алдымен су құямыз. Осы суда маринаттайтын боламыз. Келесі кезекте приправалар, қара бұрыш қосамыз. Паприканы қосамыз. Және қызыл бұрышты қосамыз. Ендігі кезекте барлығын жақсылап араластырамыз. Шамалы тұз қосамыз. Араластырып, кемінде 2-3 сағатқа қалдырамыз. Негізі 8 сағаттай маринатталып тұрса, тіптен жақсы маринатталады. Енді бізге 4 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаға мен аздап приправаларды қостым. Ол бізге бұрыш және қызыл бұрыш керек болады. Міне менде 2 сағат тұрды маринатталып, ендігі кезекте панировочный сухари керек болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда ең бірінші панировочный сухариге араластырып, келесі кезекте жұмыртқаға малып аламыз. Сосын қайтадан панировочный сухариге араластырып алдым. Осылай 2 рет панировочный сухариге араластырып алсаңыздар, наггетсы өте хрустящий болып шығады, өте дәмді болады. Ендігі кезекте сұйық майымызды құйып, астын барынша қатты отқа қоямыз. Майымыз қызған соң астындағы отты кішкене азайтып, наггетсыларымызды саламыз. Қуырып аламыз. Екі жағы қызарғанша қуырамыз.
Міне екі жағында қызартып қуырып алдық. Енді салфетканың үстіне қойсаңыздар да боларды, артық майларды сіңіру үшін. Мінекей достар, тауық етінен жасалған наггетсыларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.